1987 жылы Богатырская жылжымалы құрам депосына жылжымалы құрамды жөндеу жөніндегі слесарь болып жұмысқа тұрған Анатолий Приступа бүгінде де осы мамандық бойынша еңбек етіп келеді. Тек уақыт өте келе оның жұмыс істейтін цехтары ауысты. Қазіргі таңда ол отын аппаратурасын жөндеу цехында жұмыс істейді. Бұл цехқа келгеніне де 35 жыл болыпты. Осы уақыт ішінде ол жұмыс орнын барынша жайлы әрі қолайлы ету үшін қолдан келгеннің бәрін жасап келеді. Сами для себя пытаемся. Біз ең алдымен өзіміз үшін жұмыс орнымызды реттеп күтіп ұстауға тырысамыз. Жайлы таза болғаны жақсы. Сұрғылт, мазут иісі сіңген, көңілге қонбайтын орта болмасын дейміз. Цехқа кіргенде жанға жағымды ахуал сезілсе, жұмысты да жеңіл атқарасың. Өйткені айналадағы орта еңбекке тікелей әсер етеді. Егер цехта бәрі ыңғайлы болса, жұмыста қызығырақ болады. 5S стандарты өндірістегі өнімділікті арттыруға арналған жүйе. Сұрыптау мен реттеп орналастыру жұмыс ерекшелігіне нақты ықпал етеді. Қай заттың қайда тұрғанын алдын ала білесің. Барлығы таңбаланған. Шкафтарды ақтарып іздеп әуре болмайсың. Мұнда әр кілт пен құрал өз орнында белгіленген. Келесің, керегіңді аласың да жұмысыңды жалғастыра бересің. Бұл жүйе артық қозғалысты азайтады, уақыт үнемдейді. Бірден іздеп сандалудың қажеті жоқ. Себебі бәрі қолжетімді жерде, көз алдыңда ілініп тұр. Сол жерден аласың да жөндеу жұмысына кірісесің. Қалай белгіленсе, солай болуы тиіс. Жүйе енгізген екен, демек соған сәйкес жұмыс істеуіміз керек. Раз ввели систему, значит, надо по ней работать.